Ата-анамен болатын мәміле. Біз көптеріміз білеміз. Жалпы ата-ананың қадірі шариғатта үлкен. Олардың қадірінің биіктігінен Аллах субханаху ва таала өзіне ибадат қылуға бұйырып, әке-шешеге мойынсынуға бұйырған. Өзіне серік қосудан қайтарып, әке-шешеге қарсы болып, ақ болудан қайтарған. Екі аятта да, екі жақта да өзіне құлшылық қылуға бұйырып, өз әке-шешесіне мойынсынуға бұйырып жатыр. Бұл үлкен нәрсе. Екінші жағынан шірктен қайтарған уақытта әке-шешесіне қарсы болып, ақ болудан қайтарған. Және амал бабына келген уақытта да тура сол нәрсені айтады. Анишкурли вали валидайка. Маған да шүкір қыл, ата-анаңа да деп жатыр. Түсінікті ме? Маған да, ата-анаңа да шүкірлік қыл деп жатыр. Шүкірлік қылу немен болады? Амалмен болады. Кейбір ғалымдар айтады, сен Аллах субханаху ва таалаға шүкіршілік қылып 5 уақыт намаз оқысаң, жағдай барынша 5 уақыт намазыңда ата-анаңа дуа қылуды ұмытпа дейді. Себебі Аллахтың ақысы бұйырылған уақытта, ибадатқа бұйырылған уақытта әке-шешенің ақысы айтылды. Аллахтың ақысына қарсы болып тұрған, ширктен қайтарылған уақытта әке-шешеге ақ болудан қайтарылып жатыр. Аллахқа ибадат қылып, жақсы амалдарды істеуге бұйырылған уақытта әке-шешеге де жақсылық қылып, оларға мойынсынып амал қылуға бұйырылып жатыр. Демек, ол дегені Аллах субханаху ва таалаға 5 уақыт сәжде қылып, ибадат қыласың ба? Жағдай барынша сол 5 уақыт намазыңда ата-анаңды ұмытпа. Әсіресе сәждеде болғанда, сәлемнен бұрын болған уақыттарда, олар тірі болса да, дүниеден өткен болса да, оларды ұмытпау керек. Себебі осы дүниеде сенің осындай бір күнге жетіп баруыңа себеп болған жалғыз ғана адамдар олар.